Салауатты өмір салты бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекеттердің жиынтығы. Адамның өмір салты өздігінен қалыптаспайды. Ол салауатты өмір салтын ұстану, дене қозғалыстарының белсенділігі, дұрыс толыққанды тамақтану, зиянды жат әдеттердің бойын аулақ ұстау арқылы адамның қалауымен, аталған шарттарды толық әрі уақытылы орындауымен қалыптасады. Қимыл белсенділігі мен организмді шынықтыру салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Адам әрдайым қимыл қозғалыста болса, организмнің жұмыс жасау қабілеті жоғарылап, белсенділігі артады, кез келген ауруға өздігінен жауап беріп, күресе алады. Қорыта айтқанда, салауатты өмір салтын әрдайым ұстанып, күнделікті спортпен кем дегенде дене жаттығуларын жасауды дағдыға айналдырған жөн. Сондай-ақ табиғи таза, құнарлы ағзамызға пайдалы тағамдармен тамақтана отырып, жеке гигиеналық тазалықты сақтап, жат әдеттерден аулақ болып, денсаулығымыздың қадірін білейік.